Достар, ассалаумалейкум. Енді мен мына видеоны шығармасам болмайын деп тұр енді, да, жігіттер. Бүкіл әңгіме, сіздер білесіңдер, мен Ануарбек всегда по факту айтады да. Мен шындықты айтам да, қалай бар солай. Мына жерде енді мен көп нәрсе түсініксіз да. Енді Мұхит екеуміз басында изначально бойға шығамыз дедік. Алматыға келдік, конкретно бойымыз болатын болды. Ешкім бойда секірген жоқ изначально, да? Организация алады, объявлять етеді Зия. Короче, боя не будет, короче, там билет өтпей жатыр, анау, мынау, короче, біреу түсіп жатыр дейді да. Біреу, короче, біздің бой, короче, Зия бой өткізгенін қаламай тұр деп алдында айтты ғой, өзі көріп тұрсыңдар ютубта. В общем, сондай болып қалды. Екеуміз, в общем, шыға алмай қалдық та бойға. Мұхит айтады, ол алаяқ дейді. Бәрімізді алдап кетті дейді да. Мен енді бар ғой, өзім ол бойға шығам дедім. Келдім, бой болмай қалды. Организация бой істей алмай қалды. Мен өзім убыток, банағы дайындалған, өзім деген қаншама витаминім кетті, дайындалған ақшамды алдым мен өзім. Сентябрьға қалдырды дейді, көрейік, жақсы дедім, проблема жоқ. Енді мен, жоқ, мен далада төлесіп тастаймын деп айтпаймын ғой Мұхитпен, например. Өздерін ойлап қараңдаршы. Мен бесплатно төлесем десем де, мен ана жерде олар по-любому турнир болмайды. Бесплатно ешкім төлесісі келмейді да, например. Мұхит айтады, мен бесплатно төлесетін едім дейді да. Конечно, ода деген спонсорлар нормально ақша беріп тұр да оған. Төлесіп тасташы, Ануарбекті отшы деген сияқты да. А маған ешкім спонсор емес, жігіттер. Конкретно маған ешкім спонсор емес. Мен сол гонорарға төлесем да, шыны керек. Ешкім бойдан секірген жоқ, но что интересное, содан кейін Мұхит Астанаға келді де, банағы видео түсіреді. Мен, например, осы жарысқа қанша дайындалдым, қанша еңбегім кетті, тренировкам тоқтап қалды, банағы тренеріма қанша уақыт бөлдім, 3 ай, 4 ай дайындалдым дейді да, тренеріма ақшам кетті дейді да, например. Енді содан кейін тұрат сөйтіп айтып келеді де, боксерский шортыйын, бойға шығатын, бана халатын көрсетеді, банағы қай компанияға шығатын, бана қай спонсор, соның бәрін көрсетіп келеді де. Мен енді Зиямен жұмыс жасамайым дейді да. Сосын бәріне рахметін айтады, өзінің спонсорларына. Базар жоқ, ол жағынан бәрі красавчик. Бірақ байқайсыңдар ма, жігіттер, бой болатын айтпайды. Короче, мен түсінгенім, шортыйын, халатын көрсетіп жатыр. Короче, он прощается. Типа мен төлеспеймін Ануарбекпен. Көрдіңіз ба? Басқа компания, организация шығатын болса, бізге бой ұйымдастыратын болса, сонда деген получается қалай? Ол шықпайын деп тұрма, сонда қалай ол? Енді мен, например, маған айтса, басқа организация шығасың ба десе, мен шығам. Мен мына бой деген, мен емес тек қазақ елі күтіп отыр да. Мына жерде айтып отыр ғой, мына халық айтып отыр да, Санта Барбара болып кетті дейді да мынау. Енді мен виноват емес болармын, енді Мұхит виноват емес болар да. Но факт в том, что Мұхит айтпайды да, бойға шығам мотиватормен деп да. Типа шаршап кеттім дейді да, например. Мен шаршаған жоқпын. Мен қазақ елі үшін мен шығып төлесем. Организациялар алып, гонорарымызды беретін болса, проблема жоқ, төлесеміз да. Біз енді мен оған залына барып спарринг жасап тастаған, ол кімге қызық? Ешкім көрмейді ол спаррингті, сіздер көрмейсіңдер, например. Сол үшін мен өзім ойым, ана жерде Мұхит шығатын болса, ол айту керек та. Басқа организациялар шығатын болса связьге, мен Ануарбекпен принципиально бойға шығып тастаймын. Просто мына Зия деген бойды бере алмады, понимаете? Бойды істей алмады, якобы организация істей алмады да. Енді басқа организация істейтін болса, неге төлесем де айтпайды деймін да, например. Так что солай, жігіттер, мен отказ бермеймін бойдан. Никогда отказ бермеймін. Любой организацияны күтем, сіздерге жақсы бой көрсетуге, шоу көрсетуге мен дайынмын, жігіттер. Солай, мен өзім мнениемді мына видеоға шығарым келді. Солай, бауырлар. Ассалаумалейкум.